Ассалаумағалейкум ағайын. Енді бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселе, кейбір әңгімелерімізді ашығынан айтпасқа қоймай жатыр. Оны дұрыс түсініңіздер. Қауіп шақырып отқан, жаманат шақырып отқан ешкім жоқ. Сақтанудың амалы ғой бәрі. Енді бәріміз бір ауызды іс-әрекетке көшу, облыста аманалық болудың қамында әкімі бар, ақыны бар, халқы бар, ел жұрты бар, жаңағы үлкен апаларымыз бар. Барлығының ойы, іс-әрекеті осы. Индерге бұйырса жолға шығамыз. Ары қарай Индердің ар жағында Сарман төбе деген жерге бірнеше миллион текше метр суды алып қалатын жерлер бар. Өзінің кезінде табаны, сол жерге барып көлшік құсап құйылатын өзінің орындары бар. Сол жерде біз жағдай жасап беру, сүйреп алып кету. Жайықтан мына бер қарай елді мекендерге, қалаға қарай ағып келе жатқан көп суды бөліп орналастырып беру зиянсыз әрекеттері жасалып жатқан. Бүгін техникалар жиналып, мына облыстық штаб жетекшілерінің бірі, біздің Нұрсұлтан бауырымыз бастап барады. Құдай қаласа, техникалардың, қажетті техникалар мұнда жазылған. Азық түлігі, палаткасы, генераторы, барлық не қажет. Айдалада 4 күн кәдімгі солдаттарша өмір сүріп, сол жақта қызмет қыламыз. Оған қажетті техникалар жинақталып жатыр. Енді қосымша ерікті түрде әрекет етем, берем. Осы облыс үшін маңдай терімді төгем дейтін азаматтар болса, трактористер, бульдозер айдайтын, кран, трал бар жігіттер болса, ақшасын сұраса еңбегін, оған да дайынбыз беруге. Абылай енді ел үшін, жер үшін десе, оған да көнеміз ерікті түрде. Сосын бізге қазір ер азаматтардың саны шығып жатыр, қызмет қылатын арнайы добровольный барып, сол жақта жұмыс жасайтын. Оларға қосымша күш керек бола жатады. Оны хабар алмасып, ақпарат мен барам деген адамдарды Нұрекеңнің, Нұрислам деген жігіттің нөмірін қалдырып отырам, WhatsApp-қа жазып, хабарласып байланысып отырсаңыздар болады. Енді жан-жақтан әрекет етілуде. Мына есептерге қарап, мен тіпті соңғы уақытта біреуі қарғайды, біреуі мақтайды, біреуі боқтайды деген сияқты. Мынадай есептерді өзіміз көзбен көріп, математиктердің, геодезистердің шимайларын көріп жүргеннен кейінгі айтылатын сақтандыру әңгімесі ғой бұл. Енді ел аман жұрттың шұғылғай, бәріміз бір ауызды қызмет етуіміз керек. Енді келетін добровольный ерікті түрде келіп қызмет қылам дейтін жігіттер, балталарыңыз, өздеріңіз қолдарыңызға арқан, жылы киім, фонарик, сондай нәрселер болу керек. Сосын енді суетік нелеріңіз өздеріңізде болады ғой. Енді генератор болса, генератор жалпы бар, табылып жатыр, штабтан шығып жатыр. Техникалар, басқа да қажетті нәрселер. Бірақ ай осы керек болып қалады деген дүниелер болатын болса, ұсыныс тастай беріңіздер, пікірге жаза беріңіздер. Сосын жаңағы осы қажет дегендерді Нұрисламға байланысқа шығып отырамыз. Енді бұл жерде жасалатын жұмыс мынадай ғой. Бұрын енді табаны, кейбір жері кедергілер көп, Индердің ар жағында, соны бұтақтарды, талды, соны барлығын бензопила болса, тем более солардың бәрін кесіп, жолды ашу, шығарып беру, кедергісіз жаңа көлге барып, судың сол жерде зиянсыз жатып қалуы, бізге бер қарай келмеуі, әңгіме осы. Осындай жұмыстармен Құдай қаласа, техникаларды қазірден бастап жібереміз, кетіп жатыр. Ертеңнен бастап, болмаса осы түнде жолға шығамыз. Ерікті азаматтар болса, хабарласайық. Еңбектеріңіз, жаңа трактор, техникалар шығаратын адамдар болса, еңбектеріңізді сұрайтын болсаңыздар, ұялмай сұрамыз. Бензопила әзірге жаңа лесниктер бар. Керек болады, артығымен керек болады. Солдаттар бар. 4 жерден жұмыс жүреді, 4 жерге. Бензопила керек болады, сосын бульдозер керек болады, мейлінше. Кран, трал. Енді бар ғой бәрі, облыста техникалар жоқ емес, бар. Әлі дүз бірдеңе, мен есептен шатасарым, өздері айтар. Мен өкіл емеспін ғой штабтың. Әлі біраз шаруалар жасалу керек. Ол мұнда жасалып жатқан шаруаларды райондардан, қаладан бетіп жұлып алып кетуді білеміз. Бірінші қауіп сояқта ғой. Сояқтан неғұрлым бұл жасалатын шаруаның маңызы зор деген әңгімемен алып кетуге болады. Бірақ оған жұмыс жасап, тым жақсы іс-әрекет жасап жатқан адамдарды жұлып алып кеткіміз келмейді. Сондықтан бұл қаладағы техникалар өзінің мақсатты жерде
қызмет етіп жасап жатыр. Тағы да қосымша болса деген әңгіме ғой. Енді көрші облыстардан да жолда келе жатқаны бар, келгендері бар. Құдай қаласа сіз десіп, біз десіп, бір-бірімізді іздесіп, бір әуізді болып облысты қорғап қаламыз. Ер азаматтар